Keltirgim güdüp keleme Adamның qora Көзімен көрмейсен еме 12 мүшін Қайсысын сатып алып Аллахым берген аманат емей немене Аманат емей немене Жаралғаныңа қуан Жаралғаныңа қуан ей пенде Үйге де келген қонаққа бір күн қайту бар Біздерді қалап Біздерді қонақ еттірген Аллахқа шүкір Аллахқа мадақ айтыңдар Аллахқа шүкір айтыңдар Сүйеді Аллах Бәріңді Аллах сүйеді Сен де сүй оны Жұмақтан орын тиеді Айтшы сен бауырым Қайтардың қандай сыйлықпен Су ауа таулар Аллахтың берген сыйы Аллахтың берген сыйы Жаралғаныңа қуан Жаралғаныңа қуан ей пенде Үйге де келген қонаққа бір күн қайту бар Біздерді қалап Біздерді қонақ еттірген Аллахқа шүкір Аллахқа мадақ айтыңдар Аллахқа шүкір айтыңдар
қымбат ел ағалары, болашақта еліміздің өркендеуіне білімді жастар ғана биік асулардан аса алатынын ескерсек, балаларға жасалған қамқорлық елімізге еселеп қайтатыны анық. Қазіргі уақытта қамқорлықпен қолдауға мұқтаж болған әр адамнан қайырымдылық, алақандарынан жылулық сезімін күтетін жандарға арналған спорт ардагерлері одағы бастауымен ұйымдастырылған Тоқсанбай Құлтумиев атындағы номер 1 Құлсары балалар саз мектебінің қайырымдылық концертіне қош келдіңіздер. Сіздердің алдарыңызда өнер көрсеткен республикалық конкурстардың лауреаты домбырашылар ансамблі, жетекшісі Молдашева Жұмагүл Құбайдоллақызы. Қаршыға Ахмедияевтың күйі Қоспасар. Осы орындауда Құрманғазының күйі Балбырауын қабыл алыңыздар. Одағының төрайымы Абилова Сания Ғаббасқызына жолдап сахна төріне шақырамыз. Ал құрметті қонақтар, қош келдіңіздер дегім келеді. Бүгін Жылойдың киелі төңірегінде алғашқы рет қайырымдылық концерт ұйымдастырылып отыр. Осы Жылойдың спорт ардагерлерінің ұйымдастыруымен. Қош келдіңіздер келеді сіздерге тағы. Енді бұл концертті бастамай, біздің арамызда бүгін көптеген ағайларымыз, жігіттердің жоқтарын еске алып, 1 минут тұрып, еске алсақ деген келет аттарын айтайын. Сүлейменов Диас, Бекенбаев, Айтқали, Смағыл Дощанов, Мұрат Шонаев, Сүлеймен Құлжанов, Бауыржан Ибраев, ағайынды Самат Мәйіштайжановтар. Рахмет. Бүгінде біздің жақын арада осы құрылған біреу оқыды, біреу оқымағанша осындай үлкен одақ құрылды. Естен кеткен аттарды, есімдерді қайтадан жарық көрсетіп, елеусіз қалған
спортты жанын беріп, сонау 70-80 жылдағы жігіттер мен қыздардың аттарын жатқа шығарайық деп құрылған. Енді солардың енді көпшілігі қазір жұмыстың бабымен арамызда жоқ. Бірақ бүгінде бірталай жігіттер қыздар келіп жатыр. Сол ең бірінші 30 жылдан кейін марапаттамыз деп тұр біздер. Соларды есімдерін атайын, бәрін сахнаға шақырам. Құдайбергенов Жұмабай, Науменов Марат, Галимов Нұрсипат, Барақат Арғын, Бақтыбаев Жақсылық, Бишімбетов Қайрат, Жарикенова Дайхан, Кливенова Мария, Абилова Гүлбарам, Садақбаева Гүлнар, сахнаға беріңіз. Дытымалиева Гүлшат, Марденов Хамат, Кусарей Сергей, Сатыбалдиев Амангелді, Нұрбауылов Мұрат, Қанатбаев Сабыр. Тағы да қошемет. Бұлар біздердің сонау спорт мектебі болды ғой, өздерің білетіндердің. Сондағы біздің шәкірттеріміз ең үздік. Сендердің алдарыңызға келіп, бүгін осылардың бәрін бетпе-бет көрсін деп, бұлай құлсардың ішінде көріп жүрсіздер дегенмен, спортқа Марденов Қанат Қарамолдиева Гүлчат, Алдабергенова Сайлаugүл, ол менің шәкірттерім, баскетболдан үздік ойыншы болған, осы Жылойдың сол кездегі Ембауданның намысын қорғаған қыздар мен жігіттер алдарыңызда тұр бәрі. Шадияр Қасқар есімді. Сабыр Қанатбаев қайда? Жігіттер тағы да көтеріліңіздер. Не үшін құрметтеп отырғанымызды бір грамотамды оқып өтейін. Құрмет грамотасы. Жылой ауданы спорт ардагерлері одағы Құдайбергенов Жұмабай Күзенұлын еліміздің спортына сіңірген ерен еңбегі үшін құрмет грамотасымен марапаттайды. Науменов Марат, Мысқалиұлы, Барақат Арғын, Бақтыбаев Жақсылық, Қошемет, Бишімбетов Қайрат, Жылойдың, еркен Жылойдың тілшісі, бірақ біздің спорт ардагеріміз. Жарикенов Адайхан, Легенова Мария, Абилова Гүлбарам, Садақбаева Гүлнар, Тымалиева Гүлшат, Марденов Қанат, Кусариев Сергей, Сатыбалдиев Амангелді, Қошемет, Нұрбауылов Мұрат, Қарамолдиева Тоты, Алдабергенова Сайлаugүл, Қанатбаев Сабыр,
Мадияров Асқар. Рахмет. Общий снимок жасайық. Ортамызға шақырамыз. Себебі сонау 70 жылғы іргетасын қалаған спорт мектебінің ең жаңағы осындай идея тастаған Сүлеймен Диас ағамыздың қолдау көрсеткен аға бапкеріміз отыр бәріміздің. Сол менің бапкерім ең бірінші. Жақсылық Бейсенов деген ағайымызды ортаға шақырып еттім. Зам директоры болған. Бұл құрмет грамотасы берілді. Біздің бір 3-4 ардагерлеріміз үйде кішкене ауырып қалып жатыр. Соларға біз барып табыс еткенбіз, осы шара боламай тұрып алдында алдарынан өткенбіз. Бірақ жақсан дейміз, Жақсан Бейсенов өзі келді арамызға бүгін. Енді мына спорт одағы 30 жылдан кейін медаль шығарамыз деп жатыр. Сол медальді ертең табыс етеміз. Осы бірінші номер медаль осы кісіге тиеді. Спорт ардагері деген. Осы бүгін жиналып отқан шараға рахметімізді айтамыз. Мына үлкен арамызда спорт деп 4-ші класстан бастап осы жерде қыздарымыз бар, жігіттеріміз бар қатысқан. Көп рахмет айтамыз. Біріншіден біздің Жақсан Бейсенович деген ағамыздан ары қарай Соня Абилова деген шәкіртімізге алғысымызды айтып басымыз дейміз. Сол кісілердің арқасында біздер осындай жетістікке жетіп, әлі шейін ветеран спорттаға жарысқа барып, әлі шейін енді білмегендеріңіз бар, білгендеріңіз бар, әлі шейін қатысып жүріп, осы жерде Құдай берген Жұмабай ағамызға Құдай берген, осы жерде Маумен Марат ағамыздың осы бізге үйретіп, дұрыс спорт жағынан көп нәтижеге жеткізген осы үлкен кісілердің арқасы деп, азғантай мына қыздарымыздың атынан Жақсан Бейсеновичке осы тек жақсылық тілеп, Соня апайымызға екі кісіге гүлімізді сыйлауға рұқсат етіңіздер. Шараны былай жар салған бір бөлек, бірақ оны ары қарай қолдап кету дейтін екінің қолынан келетін зат емес. Бізге үлкен қолдау көрсеткен. Номері бірінші САС мектебі, Тоқсанбай Құлтүмбиев атындағы мектептің бас директоры Әбілхан Әлімжан Шоматұлына
бізде құрмет грамотамыз бар сыйлайтын. Осындай қолдау көрсетіп бізге балалардың концертін ұйымдастырып, артымыздан жар салғанда ере жүргендеріне творчестволық табыс тілейміз. Өркендері өсе берсін балдардың, ары қарай жетелеуге біз көмектесеміз деп айтқымыз келеді мына спорт ардагерлерінің атынан. Солардың концертін қазір тамашалаңыздар. Бәріңізге бақыт тілейміз, дендеріңіз сау болсын. Рахмет, осындай бір ауыздан келіп, бізге бүгін қуанышымызға ортақтасып жатсыздар. Сырттан келетін ешқашанда көмек жоқ. Біздің жанымызда жүрген адамдардың біз біргеміз деген үнін есту керек деген мақсатпен бүгінгі концерт солай деп ұйымдастырылып жатыр. Әрқашанда біз біргеміз сіздермен, жалғызсырамаңыздар, қайырымдылық жасай беріңіздер, оның артын күтпеңіздер, қайырымдылық көп болмайды ешқашанда. Сол себептен қолдарыңыздан келгенше қайырымдылық жасаңыздар. Рахмет бәріңізге. Әлімжан ағай қайда? Рахмет, мынау спорт ардагерлер қоғамына көп рахметімізді айтамыз. Біздерде енді осы спорт мектебі менен өнер саз мектебі екеуі қатар егіз ұлдай бірге келе жатырмыз. Анау жаңа айтып жатыр ғой, Жақсан ағамыз бастаған ұжым деп. Біздер енді осы кісілерменен қатар келе жаттық. Момент Маратпен мектепте бірге оқыдық. Мынау сипаттар болмаса басқа да азамат жігіттер күні бүгінге дейін осы біздің қастарымызда бірге жүреді. Баршаңызға көп рахмет айтамыз. Мынау мерекелер құтты болсын спорттың. Енді арамызға келіп жатқан мынау балдарымыз бар, сәбилеріміз бар. Осыларға қолымыздан келген көмегімізді біздер де аямаймыз. Қолымыздан келіп жатса, әйтеуір осындай өнеріміз, біз қолымыздан келетін өнер ғой. Осы сіздерге арнаймыз. Қабыл алыңыздар, өнерімізді алып. Рахмет баршаңызға. Жылой аудандық ерікті мүгедектер қоғамы төрайымы Мұқанова Балия Бердіғалиқызына сөз береміз. Саламатсыздар ма? Құрметті қонақтар, осы спорт ардагерлер одағының жұмысшылары, ұжымдары, барлық спортқа қатысушы жандар, сіздерді бүгінгі күні Алла тағаланың сәтті осындай үлкен залымызда, Кеңжойдың киелі жерінде мүгедек балаларға кішкене қамқорлық көрсетіп, соларды ұмытпай, қол ұштарын беріп, қалдырмай осы жерге жинағанына осы ерікті мүгедектер қоғамының атынан алғысымды айтамын. Және өзімде әкем Мұқанов Бердіғали деген бұрын осы Пушкин мектебінде өмірдің аяғына дейін еңбек еткен, спортқа еңбегі сіңген, 41-ден 45-ке дейін соғысқа қатысқан, ол да ардагер болып есептеледі. Өте қуаныштымын осы мүгедектердің қоғамына келіп, осындай қол ұштарын беріп, елеп, ескеріп, осындай бүгінгі шараға осы төрайым қазір келіп отырған Сәния Абиловаға, Нұрсипат Галимовке көптеген жаңа өздеріңіз естідіңіздер, куә болдыңыздар, алдарыңызда көздеріңізбен көрдіңіздер. Сол кісілердің еңбектері ары қарай жалғассын дегім келеді. Барлық мектептерде мүгедектердің арасында да сондай спортпен шұғылдану қолға алынса екен деймін. Және қазір осы барлық мектептерге Құдайға шүкір спорт алаңдары салынды. Балалардың қазір көп бос уақыты жоқ. Волейбол, баскетбол, карате, күрес барлығына да қазір балалар қатысып жатыр. Оның нәтижесін көріп қуанып жатырмыз. Еріне қарап, елін таныдық. Осындай азаматтарға қол соғып, қошемет көрсетейік. Және осы менің бір кішкене тағы да бір қосатын бір спорт түрі, осы қазақта барлығымызда да ата-бабамыздан салт дәстүрімізден келе жатқан асық деген бір өнер бар ғой. Кішкентайынан асық ойнамаған азамат жоқ шығар деймін осы арада. Сол енді асықтың осы бір тағы да бір спорт түрі қосылып, соны жаңғыртып, жаңартып, балалардың арасында сондай бір шара өтсін деген ниетпен осы
спорт ардагерлер одағының төрайымы Сания Абиловаға бір өзімнің атымнан, осы Мұханов Бердіғали әулетінің атынан бір ескерткіш асығым бар. Соны табыс етуге рұқсат етіңіздер. Еңбектеріңіз жемісті болсын, табысты болсын, ары қарай жалғаса берсін. Осындай мүгедектерді қолдап, барлық жерде де қамқорлық жасап жүрулеріңізге шақырамын. Рахмет. Қобыланова Жұлдыздың орындауында ән «Менің қазағым». Қабыл алыңыздар.
республикалық конкурстардың лауреаты Сәліш Аманғазыны ортаға шақырамыз. Құрманғазының күйі Ақсақ киік. Алдарыңызда республикалық Айбөлек байқауының жүлдегері Тасымова Айнұр, халық әні Беуайдай, қабыл алыңыздар. Бекер қарап отырған
Мектебіміздің түлегі қазіргі таңда Атырау қаласында Дина Нұрпейісова атындағы музыкалық академияның студенті Жамиғатова Айбанудың орындауында шәмші әндерінен попури. Қабыл алыңыздар.
қабылдайтындар Марат қызы Ақжүніс және мұғалімі Айтжанова Бақытгүл. Қошеметтеп қойыңыздар. Спорт одағының ардагері, бүкіл одақтық конкурстардың лауреаты Қапалиев Бауыржанды ортаға шақырамыз. Ән «Город, которого нет». Салам алейкум. Ночь и тишина, данная навек. Дождь, а может быть, падает снег. Все равно бесконечно надежды согрет. Я вдали вижу город, которого нет. Где легко найти страннику приют, где наверняка помнят и ждут. День за днем, то теряя, то путая след.
мақтаныштары Алданов Ербол, Жүсіпова Жадыра, Әзірбаева Ақмаралды шақырамыз.
Әскериді «Мен ауылға барамын» әнімен қабыл алыңыздар. Үнді биімен алдарыңызда Есенова Динара. Қарсы алыңыздар. La 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 la.
еліміздің жас маманы Сықақова Жадыраның орындауында Динаның күйі Науаи. Бақытты балалық шақ, орындайтын Әлімжанова Айым. Жараспен жайнатып өмір көрдім, гүл бақшада сайрандап өскен еркін, шат көңіл
Рахмет қызы Мақсузаның орындауында Тастемірдің әні Маңғыстау. Халық әні Сарбидай. Орындайтын мектебіміздің биылғы түлегі мақтанышымыз Жанабілов Райымбек. Біздің ауыл текшенің едегіндей ой, ерде шықсам ауылын-ау, шедемін бе Сарбидай, сағындым сәулем даусыңды. Ақтамақтан емілдей бір ес кетсең айналықтап ауылыңнан кетемін бе Сарбидай, сағындым сәулем даусыңды. Есіктің алды талқайың, басында тұрмас жасырайым, қалқадай еске түскенде сағынып сонда Сарбидай әнге салғаным. Бұлдарылмай кетті ғой бастан шіркін ой, сенсіз өмір секілді жалған шіркін Сарбидай, сағындым сәулем даусыңды. Атарылды алыстан келгенімде шіркін Сарбидай, сағындым сәулем даусыңды. Есіктің алды талқайың,
Basında durmaz şahzedeyim, kalkada eski gözlükünde, sağınıp sonda sar bir ayenge salgana. Esiktin aldı kalkayım, basında durmaz şahzedeyim. Ортаға Төрехан азаматты жаяу әнмен шақырамыз. Қабыл алыңыздар. Жаяу жүре білсең, өмір сүре білсең, қадамды алшақ басып ойын самғасын. Көлікке мінбеймін, пойызбен жүрмеймін, ұшақта ұшпасам да аяқталмасын. Жаяу, алыс емес тауымда баяу, мен жетемін ауылға, қалада керекпін. Жаяу тағы да жүрек дүрс-дүрс-дүрс-дүрсілдеп қағуда. Дауылмен суық жауға, тамаша табиғат, жаяу жүр жалында. Бақытқа мас күйде, мінбеймін таксиге, пайдалы денсаулыққа жаяу кетемін. Көшемен жетемін, ойланып өтемін, асықпай арманымды қуып жетемін. Жаяу, алыс емес тауымда баяу, мен жетемін ауылға, қалада керекпін. Жаяу тағы да жүрек дүрс-дүрс-дүрсілдеп қағуда. Дауылмен суық жауға, тамаша табиғат, жаяу жүр жалында. Жаяу жүресің бе, ойнап күлесің бе, аяқ сүрінбесін ашық жолында. Сау болып етесің, жаяу-ақ жетесің, жүздерің күлімдесің бәрі қолыңда. Қалада керекпін. Жаяу тағы да жүрек дүрс-дүрс-дүрсілдеп қағуда. Дауылмен суық жауға, тамаша табиғат, жаяу жүр жалында. Қалада керекпін. Жаяу тағы да жүрек дүрс-дүрсілдеп қағуда. Дауылмен суық жауға, тамаша табиғат, жаяу жүр жалында. Алдарымызда Тоқсанбай Құлтымбиев атындағы номер 1 Құлсары балалар саз мектебінің балалар хоры. Көркемдік жетекшісі әрі дирижері Төлегенова Дәметкен Әсембай қызы. Елім менің, сөзі Жиенбаев, әні Мақытаев. Қабыл алыңыздар.
Дүсіпбаевтың әні «Жас дәуірдің түлегіміз». Жеке дауыста орындайтындар Елдосова Меруерт және Самат қызы Жасмерей. Шыдамдыны мына өмір ұнатады. Бірде қуантып, бірде ол жылатады. Сүріндіріп кейде сені құлатады. Жылатып тағы да жұбатады. Дұшпандарға кейде сені сынатады. Қатал тағдыр бірақ та шыдатады. Мына өмір бірақ та қымбат әлі. Қадірін білсең сені қуантады. Шерменде болған жүрекке жылулық сәулесін шашқан, балаларға қол үшін береміз деген ыстық ықыластарыңыздан бақ, ойларыңыздан саналы сезім, мұқтаж жандарға қамқорлығын аямаған сіздерде азаматтарға Алланың нұр жаусын демекпіз. Егеменді еліміздің ертеңі бүгінгі жастар екенін ескерсек, сол өскелең ұрпақтың дені сау, рухы биік, саналы азамат болып өсуіне ықпал ету баршамыздың басты парызымыз. Егеменді еліміздің ұрпақтары жасасын, тәуелсіз Қазақстан жасасын. Олай болса, жақында ғана өткен республикалық телевизиялық Айгөлек байқауының гала-концертінде өнер көрсетіп қайтқан жас әншілеріміз Нұрымова Ақбота, Атапкелова Альбина, Төрехан Азаматты байтақ ел әнімен қабыл алыңыздар.
күлімдесін көздерің, жарқырасын жүздерің, келе жатқан жаңа жыл, бақытымен келсін деп, кешімізді аяқтап, қоштасамыз сіздермен. Сіздерге біздердің дайындаған сыйлықтарымыз бар. Жаңа жыл келе жатыр. Соның қарсаңында соны табыс етуге мына спорт ардагерлерінің қолынан өздері табыс етеді. Осы жердегі келген балалар. Бали апа, балдарыңыз қайда? Ал түсіп көрсетіп балдарыңызды бер қарай. Мүгедек шектеулі балдарға тек. Мен айтпайын деп едім, бірақ сол балаларға арналған подаркілер. Құтты болсын тағы да мейрамдар. Gracias.